Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мен енді білесіздер, сіз Сариева Әсеткүл YouTube каналында көптен жұмыс жасап келе жатырмын. Сіздермен бөлісіп келе жатырмын. Үй жағдайында қандай емделу керек екен, және мен 30 жылдық тәжірибем бар. Осы тәжірибеммен халықты емдеп келе жатқан адаммын. Білікті дәрігердің біреуімін. Енді тек қана дәрігер деп қана қоймаймын, емшілікте, батыстың да шығыстың да емдерін бәрін қолданып жүрген мамамын десем болады. Енді мен бүгінгі тақырыпта сіздерге видеоға қазіргі кезде мен көп көріп отырмын, ел арасындағы адамдардың көп алданып жатқанын, көп жағдайда шетке барып, шетке барып көп бизнес жасап жатқандарын көріп отырмын. Сонда көріп отырған кезде бизнес жасаған кісілерге мен қарсылығым жоқ ешқандай. Бірақ та өздері ауру жағдайда, әсіресе онкология тұсында өздері ауру бола тұра ақшаларын сыртқа шашып жатқандарын көріп, жаным ашып, сондықтан мен сіздерге бүгінгі видеомда врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Рысбек Абдулдаев, Калифорния, США-да, Америкада, Калифорнияда жұмыс жасайтын, және қазіргі кезде бұл кісі жалпы американдық кісі, бірақ шыққан жері Қырғызстан. Сондықтан Қырғызстанда бұл кісі қазір совместный калифорнийский компания лаборатория молекулярной биология рака деп сондай жұмыс жасап осы жақтан Қырғызстаннан атқарып жатқан кісі. Енді бұл кісі көп жылдық еңбегі бар, еңбек стажы бар, онколог кісі болғандықтан мен бұл кісімен көп сұхбаттасамын. Әсіресе Америкаға барған кезде түрмен отырып көп сұхбаттасқан жағдай болды, Ареке. Өте көп сұхбаттастық, өйткені коронавирус кезінде тағы да басқа ауруларменен енді кең түрде бұл кісімен көп сұхбаттасып әңгімелестік. Енді сол әңгімені бұл кісіні мен зорға көндірдім. Қазіргі жағдайда Индияда біздің қазақтар Турцияға және Индияға өте көп барып жатыр. Кореяға көп барушы еді, қазір Корея өте қымбат болып кетті ме, Турция мен Индияға ауысты елдің ағымы. Сондықтан мен енді көп адамдардың сондай қиындықта болғанын айтып жүріп, бұл кісінің артынан қалмай жүріп, зорға көндірдім. Мына Қазақстандағы адамдарға, тікелей онкологтарға барып, Индиядағы қазір қай институт екенін барлығын Рысбек Абдуллаев өзі айтады. Сондықтан мен қазір сөзді Рысбек Абдуллаевқа бергім келіп отыр. Сізді зорға көндіріп, бүгінгі қазақстандықтарға сұхбат бергеніңіз үшін өте қуаныштымын сізге. Рахмет айтқым келеді. Рахмет. Мен орысша, қырғызша, қазақша араласып кетейін. Тұрмыш жолымды ең чоң өзгөрүү медициналық билим алгандан кийин мен биринчи эмгек күнүм Москвада онкологиялык борбордо азыркы Блохин атындагы бул СССР убагындагы эң күчтүү, Европада эң күчтүү онкологиялык центр болгон да. Биз ошол жерде эң абдан мыкты профессорлор, окумуштуулардан билим алып, андан кийин ал жакта 15 жыл иштедим. Докторлук илимимди ошол жакта жактап, андан кийин 20 жыл Кыргызстанда, акыркы 15-16 жыл Америкада илимий ишимди улантып жатам. Рак бул абдан чоң проблема. Муну бардыгы билишет. Бүгүнкү күндө дүйнөдө 20 миллиондон ашык киши жылына рак менен ооруйт. 10 миллионго жакыны жылына рактан каза болушат. Казакстанда дагы рак менен ооруган адамдар жылына абдан көп, 37 миңден ашык деген статистика бар. Статистика боюнча, енді жаңа Google-дегі статистика боюнча интернетте берген, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму берген. Кыргызстанда элинин саны бир аз азыраак, бирок Кыргызстанда дагы жылына 6 миңден ашык киши рак оорусу менен ооруйт. 2050 жылы 25 жылдан кийин рактын саны дүйнөдө 75% өсөт. Экиси деп коебуз. Сонда бул проблема абдан кыйын боло баштайт. Кыргызстанда да, Казакстанда да, башка элдерде бардыгында рактын саны өсөт. Демек биз бир проблеманын алдында турабыз. Рак ооруларынын саны көбөйөт. Биз ал фактты турабыз. Экинчиси, ракты дарылоо кымбаттап жатат. Себеби бүгүнкү күндө жаңы технологиялар, жаңы ыкмалар, жаңы
методтар кошулуп, бул лечениелердин баасы өсүп жатат. Бирок булар чоң үмүт берип, эффективность лечения абдан жакшы болуп атат да. Мисалга 2020 жылы Беркли университети биздин кошуналар Сан-Францисконун жанында эки окумуштуу айыл, алар Нобель сыйлыгын алышты. Булар эң эле мындай бир жаңы ачылышты илимде редактированный ДНК. Муну кээ-бир окумуштуулар дүйнөдөгү атом бомбасын ачкандан кийинки экинчи чоң опасный открытие деп аташты. Себеби аны колдон чыгарып жиберсек, бул илимий гана жактан эмес, башка жактан дагы бизге чоң проблема түзүп коюшу мүмкүн. Бирок биз ошол ыкма менен азыр дүйнөдө клеточный терапия рака. Мисалга бүгүн Америкада баасы бир аз дешевле стало, бирок $1,5 миллион бир больной төлөйт. Солай эстедим мен де. Демек, бул качан келет, качан арзандайт? Мен бул проблемага жакын илимий эмгектерде рак боюнча жүргөндөн кийин мен кайсы өлкөдө не болуп жатат, ошолорду өзүнүн ордунан барып көрүшүм керек. Кандай болуп жатат? Мага кызыктырган эмне үчүн ушул Америкада $1,5 миллион турган Эмдөө. Клеточный терапия эмдөө Индияда $100,000 салат. Кандайча жол менен. Муну көргөнү мен Нью-Делиде өзүмдүн досум профессор Денис Бенхаркар, бул адам дагы орус тилдүү. Москвада биз бирге чогуу диссертация жактаганбыз орус тилинде. Орус тилинде жакшы сүйлөйт. Экинчиден дүйнөдө атактуу бул адам дүйнө жүзүндө эң күчтүү топ онкологдордун санына кирет дагы. Бир эле мисал айтайын, былтыр биздин дүйнө жүзү боюнча 55,000 профессор чогулган АСКО Чикагода өткөн конференцияда. Ассоциациянын да. Ошол жерде Азия өлкөлөрүнүн атынан доклад кылды. Азия өлкөсүнөн бул адамды тандап алыш. Мына жакында эле 2 жума болду, Стэнфорд, Гарвард ушулар лекция окуп келди. Бул адам менен мен сүйлөшүп, мен абдан сүйүндүргөнү, бул технология Индияда кандайча арзандатуу жолун табышты. Согун барып да келдиңиз го? Барып да келдим, көрүп да келдим. Кандай ыкмаларда мен эми бул методикага мен үгүттөп аткан жокмун. Мен айтып атканым, бизде кымбаттайт, ошондо дагы окумуштуулар, практик врачтар как удешевить эффективный методдорду элге кандай жеткирсек. Эми бул $100,000 деле чек эмес. Бул негизги проблема эмне үчүн кымбат? Бул адамдын канынан иммунный клетканы алып туруп, ошолорду редактировать этип, бул иммунный клетка адамдын канындагы, денесиндеги ракка каршы иштеш керек. Бул бир эле лекарство эмес, бул целый лаборатория эмгектенген. Анда башка көп методикаларды көрдүм. Ошентип мен мындай бир илимий жакшы көрүп келатканда самолет менен Алматыга болгондо, самолетто биздин жарандар Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандан да келишти. Бардыгы онкологияга барышты. Бизде рейске убакыт көп болгон, сүйлөшүп отурсам, кандайча барышат, эмне үчүн барышат? Мен өзүм адис катары билем. Индияда 100дөн ашык госпиталь медицинский туризм менен. Ар калада коюлат. Солар бияка келет, реклама кылат. Бирок негизги проблема эмне болуп атат? Бардың, акчаңды бердиң. Бирок ошондо сизди түшүнгөн адис болуш керек. Алар англис тилинде, биздин оорулар англис тилинде билип сүйлөйт. Булардын котормочулар переводчиктери. Англис тилинен орус тилине которгондо булар медик эмес, көбү. Переводчиктер го, аудармачылар го буларчы. Мен өзүм онкологиядан профессор болуп туруп, мен кардиологиядан, кардиохирургиядан переводчик болуудан баш тартам. Бул болбойт, туура эмес. Мен ал адис эмесмин. Муну которгондо медик эле эмес, сиз адис да болушуңуз керек. Бул экинчи экен. Анан кийин бул бизнесте кызыккан ортомчулар абдан көп экен дагы. Бардыгынын негизги максаты бул акчаны алыш керек деген. Менин айтып отурганым сол го сизге. Артыңыздан канча жүгүрдүм. Биздин Казакстандарды мына акчасын кадимги жөндөмдө, өзүнүн ооруна байланыштуу гана алатын жер издеп жүргөн. Сиздин сөзүңүздү бөлөйүн, энди кечириңиз. Мен сизге неге артыңыздан калмай көп сүйлөшүп, маған кичкене сухбат берип, осы Индия мен Казакстанды ушташтырып бериңизчи деп айтканым. Өйткөнү жаңағы сиздин айтып отурган профессор нөмірі 1
онколог, қазақша айтқанда, қырғызша айтқанда. Нөмір 1 онколог, әрі сол Индиядағы ең онкологтың директоры ғой өзі. Ошо Нью-Делидеги онкология институтунун директору. Сол бір жағы орыс тілді болғандықтан мен соған қызықтым. Дагы бир нерсени айтайын. Бул медицинский туризмде абдан катуу иштеген Түркия. Түркия мамлекети Бишкекте, Алматыда, башка жерлерде ар бир ооруканада, ар бир врачтар менен сүйлөшүп, алардын мындай системага койгондагы көп оорулар бизде Түркияга кетип атат. Мен Истанбул шаарында июль айында болуп, профессор, белгилүү профессор, уролог, онколог. Алардан менен сүйлөшүп алып, мындай айттым да, сиздерде дарыланып атат. Бирок мына эметип келсек, эмне үчүн мындай ката болуп атат десем айтат, бизди уят кылган ошо биздеги мына система, туризм болуп атат. Ортодогу адамдар ғой. Бизге жетпей, ортодогу адамдар акча жасап атат. Солай. Сону дейт, өлкөгө барганда, башка кылганда ачык айтыңыз дейт. Мына биз өзүбүз адистер, онкологиянын профессорлору, биз өзүбүз ушуга абдан нааразыбыз дейт да. Бул жерде карасам, көп нерселерди бири-бирине мактап, анда Турциядан кыймак дарылайт экен, андай мындай экен дейт. Интернетке кириңиздер. Интернетке кирип, кайсы мамлекетте ракты дарылоо арзан дегенде. Ошондо 3 мамлекет чыгып келет. Биринчи орунда Индия арзан жагынан, экинчи орунда Турция, үчүнчү орунда Южный Корея. Бирок бул биринчи орун менен үчүнчү орунун айырмасы 3-4 эсе. Мисалга, мына интернетте мен жазып койдум. Бир курс химиотерапия $900 деп бааланса, бул $2,500 Турцияда жана Кореяда. Индияда 900 болуп отур го. Турцияда 2,5 Южный Кореяда 2,5, Израилде 3,5. Бул неге? Ошол эле ыкма, ошол эле дары. Башка эч кандай айырмачылык жок. Бул акча кайда кетип жатат? Ортомчуларга кетип жатат. Ортодогу калта кетип атат да. Лучевая терапия Индияда орточо $6,500 болсо, Южный Кореяда $8,000, Израилде $11,000. Эки эсе. Таргетный терапия, бүгүнкү күндөгү современный терапия. Индияда $2,500, Турцияда $4,500, Южный Кореяда $7,000, Израилде $7,500. Анан жана чек-ап деп коебуз го, онкология темесинен. Ошол жакшы, аны өтүп туруш керек. Америкада биз өтүп турабыз. Ошол эми бизде страховка төлөйт да. Индияда орто эсеп менен $900, Турцияда $2,000, Южный Кореяда $2,700, Израилде $3,500. Эмнеси менен айырмаланат? Енді Арысбек Абдуллаев, сізге мен мынаны көріп отырмын қазір. Бұл айырмашылық жоқ шын мәнінде. Барлығының енді бір протоколмен емдедік дегенде әркімнің ауруына қарата беретін дәрілер. Әрі сіздің мысалы профессор жаңа Дениш, кім дедіңіз? Пентхаркер дедіңіз ба? Дұрыс айттым ба мен енді? Индияның датын үйренемін ғой енді. Пентхаркер. Сол кісіні мен таңлағаным жаңа орыс тілді болғандықтан. Бір жағы бұл Советтер Союзунун дипломун алган. Онколог, врач-онколог деген. Бұл Советтер Союзунун илимдин даражасын алган диплом. Мунун баарын Москвадагы онкологический центр Москва академиясына берген. Бұл менин дагы диплом, СССРдин диплому, аныкы СССРдин диплому. Бірақ сіз профессор Американыкі? Профессор Кыргызстандыкы. Кыргызстандыкы? Мен докторлукту Москвадан алдым, профессорлукту Кыргызстандан алдым. Менин азыр иштеп жаткан компания Американын Калифорниясы. Калифорния, Эми муну караңыз. Проблемалар баасында эле эмес. Биринчи диагнозду туура коюш керек. Ракта диагноздан жабылсаңыз, акчаңыздын баары. Қазір енді сізді мен бөлейін. Біз енді бір кадрда барлығын түгел айтуымыз мүмкін емес. Бұл кадрдың жалғасын жасасақ, қазір арқарта, енді арқартаға жаңағы басталған әңгімемізді арқарта соссақ. Қалай болады дейді? Дұрыс қой, Сіз айтқандай болсын.